Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің тыңдалым сабағымыздың кезекті тақырыбы How are you? How are you дегеніміз барлықтарыңыз білесіздер. Ол қалай сенің жағдайың, немесе қалай сіздің жағдайыңыз деп те айтсақ болады. Қазір біз диалог тыңдаймыз. Диалог барысында біз жағдай сұрасуды, оған жауап беруді үйренетін боламыз. How are you? Hello, John. Oh, Bill. Hello. How are you? Fine, thank you. And you? Very well, thanks. How's your wife? She's fine. Is that your daughter over there? Yes, that's right. That's my daughter, Mary. And that's my son, next to her. Lesson 4. Керемет. Hello дегеніміз барлығымыз білеміз, ол сәлеметсіз бе деп амандасуды білдіреді. Hello, John. Oh, Bill дейді. Сәлеметсің бе? How are you? Қалай сенің жағдайың дейді. Fine, thank you. Ол fine, thank you. Ең упрощенный виді. Fine дегеніміз жақсы, рахмет, және сенің жағдайың қалай. And you? Very well, өте жақсы, very well, thanks. Негізі осы ағылшын тілінде жағдай сұрасқан кезде міндетті түрде рахмет деп жауап береміз. Жақсы, рахмет, өзің қалайсың деп солай айтамыз. Мына жерде how's your wife дейді. How's дегеніміз how is дегеннен қысқартылған болып тұр. How's как дегенді аударды. How деген как, қалай дегенді білді. Your wife, сенің жұбайың, әйелің, сен әйелің жағдайы қалай деп сұрап жатыр. She's fine, she's fine деп қысқаша, ол жақсы деп жауап береді. Ол жақсы, Is that your daughter over there? Ана жақта тұрған дейді. Сенің қызың ба дейді, Мына жерде over there деген өткенде сабақта айтқан болатынбыз. Ана жақта деп сілтеп айтқан кезде, Yes, that's right дейді. Дұрыс дейді. That's my daughter, ол менің қызым Mary дейді. And that's my son next her дейді. Ал оның жанында тұрған менің балам деп жатыр, оның жанында тұрған. Енді бұл диалогты тағы да мәтінге қарамай бірнеше рет тыңдап, өзіміз осылай репетиция жасап көрейік. Бүгінге осы, келесі сабақта көріскенше.